көктемнің әдемі жайдары, жайлы, шырайлы, шуақты күнімен астасып келген бүгінгі мынау 8 наурыз аналар күні, халықаралық әйелдер күні құтты болсын. Төтенше жағдайлар министрлігінің ұсынысымен біздің өзіміздің Қызылорда облысының департаментінің жалғастыруымен осындай үлкен іс-шара өтіп жатыр екенсіздер. Біз қазір саладан кеткенімізге 10 жылдың алдымыз, 10 жылдан асып кетті. Бір-бірімізді көріп марқайып қалдық шынын айтқанда. Осындай күнге жеткізген әуелі Аллаға, содан кейін мекеме басшыларына көптен көп ардагерлер атынан алғысымды айтамын. Әдемі. Әуелі Аллаға қызмет кір, содан кейін анаға қызмет қыл дейді ғой. Сол қағидатты ұстанып, әрбір үйдегі анаға, қыз балаға басын иіп өткен ер азаматтар біздер үшін, сіздер аман болыңыздар. Қазіргі қызмет жасап жүрген сала қыздары, зейнеткер аналар, барлығымыздар да білесіздер, әрқайсымыз пәленбай ер азаматтың ішінде бір, екі, үшеу, бір көп болса сондай болып жерден жұмыс істедік. Ер азаматтың қадірін, біздің жұмыстың, біздің саланың қандай да бір қиындықпен қатар жауапкершілігі қатар жүретін осынау жұмыста біздің әр кезде осындай 8 наурызда мәртебемізді бір көтеріп салатұғын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, аспанымыз ашық, бейбіт, тәуелсіз қазақ елі жасай берсін. Әр отбасын гүлдендіріп отырған, әр отбасын мейірлендіріп отырған, әр отбасын осындай ғып сақтап, бәрімізді көңіл жайнатып отырған аналар аман болсын. Ананың құшағындағы балалар аман болсын. Барлығымызға мереке құтты болсын. Мерекеміз тағы да құтты болсын. Келесі әсем ән сіздер үшін жан сыры орындайтын облыстық филармония әртісі Айсұлу Әбді.